Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге декларацияны түзетудің жолын үйретемін. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоның описаниясында декларацияны телефон арқылы түзету видеосына ссылка қалдырамын. Алдымен салық төлеушінің жеке кабинетіне кіреміз. Ол үшін поисковиктен кабинет налогоплательщика деп тереміз. Мына жерге войти по ЭЦП дегенді басамыз. Және де ең басты маңызды сәт сіздің компьютеріңізде NSLR деген программа болу керек. Установка жасап аласыздар. Менің компьютерімде ол программа бар, сол үшін мен бірден ЭЦП арқылы кіре беремін. Ол программа жоқ болса, ЭКОФ, кабинет налогоплательщика деген нәрселер істемейді. ЭЦП-мызды таңдаймыз. Паролімізді енгіземіз. Латын әріптерімен. Ең бірінші налоговое заявление дегенге кіреміз. Осы жерде отзыв налоговой отчетности деген бар. Соны толтыру керекпіз. Екі страницадан тұрады. Мына жерде қандай налоговый отчетқа отзыв жасайсыз, соны жазасыз. Мысалға 250-ші форма 250-00 немесе 270-00. Первоначальный ма, очередной ма или ликвидационный ма, соны таңдайсыз. Мысалға очередная. Қай жылға екенін таңдаймыз. 2023 жылға мысалға. Және уведомленияда регистрационный номер деген болады. 18 таңбадан тұратын сіздің налоговый отчетыңыздағы уведомленияның номерін жазасыз. Яғни сіздің пропискаңыз қай жерден басталады. Мысалға Нұра районы болады, мұсы 6208. Содан кейін мына жерде причинасын таңдаймыз. Қандай причинамен сіз отзыв жасаватсыз. Осының барлығын толтырып болғаннан кейін шетінде екінші бетке өтеміз. Екінші беттегі тоже қараймыз толығымен қандай причина арқылы екен. Және екінші бетте причинаны толтырып болғаннан кейін мына жерде код налогового органа жазасыз. Мысалға Нұра районы бойынша. Барлығын толтырып болғаннан кейін отправить УКТ деп налоговое заявлениені ЭЦП-ның көмегімен қол қоямыз. Екінші кілтті таңдаймыз біз. Окей деп басамыз. Осыны басып выбрать деп басқаннан кейін біздің заявлениеміз автоматом кетеді. Отзывқа қол қойылғаннан кейін мына жерде журнал форум дегенді ашып, жаңағы формамыз отозваны болды ма, болмады ма, соны тексеруге болады. Мысалға 2023 жылға отозваны дегендер қай жерде, соны тексереміз. Найти деп басамыз. Осылай статусы отозваны болып тұрса, дайын деген сөз. Егерде ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоның описаниясында декларацияны телефон арқылы немесе компьютер арқылы қалай тапсыру керектігі туралы видеоларға ссылка қалдырамын. Назарларыңызға көп рахмет.